Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың аты салық және салық салу. Бүгінгі тақырып Қазақстан Республикасының салық қызметінің органдары. Тәжірибелік сабақ. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын алдымен үй тапсырмасы тексеріледі. Үй тапсырмасына 10 сұраққа жауап бересіздер. Бірінші сұрақ салықтық қызмет дегеніміз не? Екінші сұрақ нарықты экономика кезінде дұрыс әрекет ету үшін салықтық қызметтің маңызы неде? Үшінші сұрақ Қазақстан Республикасының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңы қашан қабылданды? Келесі сұрақ қабылданған нормативтік құқықтық актілер жеке және заңды тұлғаларға олардың коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарының әрекеттері үшін несін анықтайды? Келесі сұрақ әртүрлі сатылардағы бюджеттерді қаржылық қамтамасыз ету не арқылы жүзеге асырылады? Келесі сұрақ мемлекеттік кірістер дегеніміз не? Содан кейінгі сұрақ мемлекеттік кірістердің басты көзі неде? Келесі сұрақ мемлекеттік қазынаға түсетін ақша қаражаттарының негізгі бөлігі ненің есебінен түседі? 9-шы сұрақ салық органдарының ресми атауы қалай аталады? 10-шы сұрақ салық органдарына нелер жатады? Осы сұраққа жауап бергеннен кейін жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып Қазақстан Республикасының салық қызметінің органдары. Тәжірибелік сабақ. Жалпы өткен тақырыпта өткен болатынбыз салық ұғымына тоқталдық және салық ұғымы, салық жүйесі бұл екеуі өте тығыз байланысты. Жалпы мемлекетте алынатын салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем түрлерінің, оны құру мен алудың нысандары мен әдістерінің, принциптерінің, салық заңдары мен салыққа қатысты нормативті актілердің, салық қызметі органдарының жиынтығы мемлекеттің салық жүйесін құрайды. Салықтың элементтері бұлар салық төлеушілер, салық салу объектісі, салық базасының құны, салық кезеңі, салық мөлшерлемесі, салықты есептеу тәртібі, салықты төлеу тәртібі және салықтық жеңілдіктер. Салықтың бірнеше қызметтері бар, олар фискальды қызмет, яғни бұл мемлекеттік бюджет шығындарды қаржыландыру үшін салық жинайды, бақылап есептеу қызметі, бұл кәсіпорын мен тұрғындар топтарының қаржы көлемінің табысын есептеуді жүзеге асырады. Реттеуші қызметі, мемлекет салықтың көмегімен тұтыну қорлану арасындағы пропорцияны реттейді. Бөлу қызметі, бұл жиналған салықтық түсімдерді қаржыландыруды қажет ететін бағдарламалар пайдасына қайта бөлу. Ынталандыру қызметі, бұл мемлекет өндіріс пен техникалық прогресті дамыту үшін әртүрлі ынталандыру шараларын жүзеге асырады. Салық сипаты тұрғысынан тікелей салықтар және жанама салықтар болып бөлінеді. Тікелей салықтарға мемлекет тарапынан тікелей кәсіпорындар мен тұрғындар табысынан алынады. Оған пайдадан, табыстан, жылжымайтын мүліктен, құнды қағаздар операциясынан, жалақыдан тағы да басқа алынатын салықтар жатады. Ал жанама салыққа бұл салықтарды мемлекет тікелей емес баға арқылы айналдыра отырып алады. Оған акциздер, кеден, баж салығы, қосымша құнға салынған салық жатады. Салық өсімі арқылы салықтар былайша бөлінеді: прогрессивті салық, пропорционалды салық және регрессивті салық. Бюджет деңгейіне байланысты салықтар былай бөлінеді: жалпы мемлекеттік салықтар және жергілікті салықтар. Жалпы мемлекеттік салықтар олар мемлекеттік бюджетті реттеудің қайнар көзі болып табылады. Оған жататындар заңды және жеке тұлғалардың айлығынан алынатын салық. Олар қосымша құн салығы, акциздер, құнды қағаздар операциясынан салық, арнайы төлемдер мен жер байлығын пайдаланғандағы салық. Ал жергілікті салықтарға жергілікті бюджет табысының негізгі көзі болып табылады. Жергілікті салық пен алымға жататындар олар заңды және жеке тұлғалар мүлкінің салығы, көлік құрал жабдық салығы, кәсіпкерлікпен айналысатын заңды және жеке тұлғаларды тіркеудегі алым, қызметтің кейбір түрімен айналысуға құқылы адамдардан алым жатады. Мемлекеттік бюджеттегі салықтың таза қорының өсіп артуы мемлекеттік кәсіпорындарды және жеке бизнесті мемлекеттік инвестициялау мүмкіндігін кеңейтеді. Бұл таза ұлттық өнімнің мультипликациялық өсуіне әкеледі.
Салықтық мультипликатор таза ұлттық өнім өзгерісінің салықтық түсімдердің өзгерісіне қатынасымен анықталады. Алайда мемлекет фирма табысына салық ставкасын тым жоғарылатса, фирмалардың капитал салуға стимулы төмендейді. Бұл жағдайды Лафер қисығы графигі бейнелейді. Мұндағы көріп отқан сызба Лафер қисығы, яғни мұндағы R бұл салық ставкасы, Y дегеніміз бұл мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдер. Жалпы салықтың Қазақстан Республикасының экономикасына тигізетін әсері, бұл қазіргі нарықта экономика жүйесінде салықтардың алатын орны өте зор, оны білесіздер. Салықтар мемлекеттік бюджеттің негізгі бөлігі болып табылады. Бүгінгі күнде салықтар әлеуметтік сферада және экономикалық реттеуде негізгі инструмент ретінде көрініс тауып отыр. Себебі мемлекет салық жүйесінің көмегімен ұлттық табысты қайта бөлу кезінде өзінің әсерін тигізе алады. Мемлекет құрылымының өзгеруі, өркендеуі қашанда болса оның салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен бірге қалыптасады. Әрбір мемлекетке өзінің ішкі және сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы көздері қажет. Мемлекет салықтарды экономиканы дамыту, тұрақтандыру барысында қуатты экономикалық тетік ретінде пайдаланылады. Салықтардың мәнін толық түсіну үшін олардың экономикалық маңызын түсіну қажет. Ал салықтардың экономикалық маңызы олардың атқаратын қызметіне тікелей байланысты. Бүгінгі сабағымызды бекіту үшін сіздің алдарыңызда сөздік берілген, яғни бұл сөздікте қазақша, кейбір жерде орысша, ағылшынша сөздері жасырылған. Сіздер сол жасырылған сөздердің аудармасын тауып келесі сабаққа жазып келесіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.